Анам сыйлаған жүзік. Уақыт ай төреші, өткен күнді шаң басып, бірте-бірте болады екен көмескі. Былтыр анам ақ жаулығы жалбырап, перзентке деген нұрлы жүзі сағыныш. Мейір тұнған ақ жүзінде албырап, арқаланып, ет пен құрттың майынап, өзі ішетін үнді деген шайнап, өзі сондай күйгелек. Анам келсе ауылдан, біздің үйде бір тамаша күйген еді. Аңқылдаған анашым-ай, өзімен әкелгендей бәр ауылды сүйрелеп. Пейілін-ай, ешкімде жоқ анамның, сөт кенжесі болған соң ба, төсінен ескесем бір марқайып қалам. Жұмыс, жұмыс, қалалықтың тілін ұқ. Анам үйде қалатығын сүйініп, сол келгені соңғы көргенім екен. Қу тірлік-ай, қара жердің жыртығын жамайтындай болған екем жүгіріп. Ақ жүзіне қарамаппын аңғарып, қалғандығын аш белінің бүгіліп. Қайран өмір, ұршық тайғып еріп, бар жастығын әкетіп тау үйріп. Бір айдан соң ауыл жаққа кетем деп дайындалды. Жүріңдерші бекем деп, маңдайымнан иіскелеп, құлыным, жердің бетін жүрмеймін ғой мекендеп. Мен бір күні бұл тірліктен кетем деп, қолындағы жарқыраған жүзігін шешіп берді, сенде жүрсін екен деп. Күйге түсті, бұрын соңды білмеген, айлар жылжып, өте шықты күн деген. 6 айдан соң бұл фәнимен қоштасып, анашымның кететінін білмегем. Өкінемін, анам үшін таңды таңға жалғамаған екенмін. Анам үшін әдемін арнамаған екенмін. Мейірімнен қалған кезде соны, ондай жан жоқ перзентіне жан жүрегін беретұғын суырып. Анам сыйлап кеткен жалғыз жәдігер, көз жасыммен жатады ылғи жолып. Мехнат Теміртасқызы.